Армысыз, насылдым, аман есенсіздер ма, қалдарыңыз қалай? Құдай қаласа 16 желтоқсан тәуелсіздік күні аталып өтіледі. Әйтеуір құрбандарын жатқан жерлер жарық топырақтар, торқа жандар жай тапсын. Қаңтардағыларда қашын кеткендер жандар жай тапсын. Одан кейін 21 желтоқсан қара түн келе жатыр. Онда шырақ жағып, шырша құрып, елка емес жолға, қазақтың сөзі, түн әлемі мен күн әлеміндегі албастылар шынжы бір бәле жаланы кетіру үшін шырша жағылады. Шыршаны үйге әкелдіреді. Енді қазір кімнің қаражаты жетеді, жасанды шырша көшіп кеттік, ал кім енді сол шырша мекенде әкелетін болса, ең болмаса аршама үйге жаңағыдай жағуға болады. Аластау инфекция вирустан өлтіру ғой. Біз енді оңтүстікте болғаннан кейін біз адыраспан жағамыз. Арқа, шығыс жақ, олар енді арша, жаңа шырша жағады. Енді ар жақта жүнбастылар жақын болғаннан кейін олардың тіл диалектісі келмегеннен кейін жол ашу дегенді олар сол елка деп кеткен. Бірақ бәрі түбі сол түрк, қазақтың сөзі түрік дейікші, түрк емес. Түріктер енді біздің бауырларымыз болса да түрік деп сөйлейік, түрік ұрпағымыз. Немістерде Европада қазір июль 21 деп аталады. Көне келттерді сол түбі осы түріктерден, қазақтардан. Июльді былай да оқысаңыз да жол деген сөз шығады. Сондықтан 21 желтоқсан ол түннің қысқарып, күннің ұзаруы. Тоқырауы былай қарағанда 21 маусым жазғықта тоқырау, күн мен түн 2 рет теңеледі. Жаңа жыл наурызда, одан кейін 23 қыркүйекте. Бәрі табиғатпен етене жақынбыз. Қазір былай қарасаңыз, инфекция вирусу албастылардың нағыз жын-жыбырлардың уақыты. Өйткені қазір тұмау, сол үшін сол шырша жағылып аластатылады. Оны бір аңыз әңгіме етудің қажеті жоқ. Күнделікті тұрмыс тіршілік. Сондықтан денсаулықтарыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, аман есен болып тұрыңыздар.